Оқушылар, бүгін бізде жаратылыстану сабағы. Ендеше балалар, үй тапсырмасынан бастайық. Кешегі жолы мен үйге қандай тапсырма бердім? Кім айтады? Кім айтады? Мәдина айта ғой. Қандай денелер жарық өткізеді? Жақсы балалар. Яғни қандай денелер жарық өткізеді тақырыбында үйге қандай жұмыс берген болатынмын? Зерттеу жұмысын берген болатын. Ендеше барлығымыз видео түсіру керек болатын. Осы видеоға байланысты сыныптағы Рысбекқызы Айбекенің түсірген видеосын көрейік, кәнекей балалар. Саламатсыздар ма? Қазір біз қандай денелер жарық өткізетінін білетін боламыз. Алдымен біз жарық дегеніміз не екенін біліп алайық. Жарық дегеніміз не? Жарық дегеніміз айналадағы барлық заттарды көрсететін энергияның бір түрі. Қазір мен жасайын деп отырған зерттеу жұмысыма қолшам, қасықтар және сұйықтықтар қажет. Су, шырын, сүт және лай су. Алдымен сұйықтықтар жарықты өткізе ме, өткізбей ме, сонысын анықтайтын боламыз. Су жарықты өткізеді, өйткені ол мөлдір. Шырын жарықты жартылай өткізеді. Сүт жарықты өткізбейді, өйткені ол мөлдір емес. Лай су жарықты жартылай өткізеді. Қасықтарды салатын боламыз. Судан қасық көрінеді, себебі су мөлдір. Жартылай көрінеді, мүлде көрінбейді, жартылай көрінеді. Қорытындылай келсек, жарық тек мөлдір денелерден. Бұл жерде мөлдір дене бұл су. Су адам ағзасына өте пайдалы. Медициналық тұрғыдан қарағанда су адам ағзасындағы улы заттарды шығарады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Рысбекқызы Айбеке. Балалар, мен қазір көзіме не киіп тұрмын? Көзілдірік. Жақсы балалар. Мен осы көзілдірікті не үшін киіп тұрмын? Кім айтады? Ершат? Көзді жақсы көру үшін. Жарайсыңдар балалар, көзің жақсы көру үшін. Жақсы балалар, енді осы көзілдіріктің әйнегі қандай? Кім айтады? Айзел айта ғой. Мөлдір шыны пластика. Пластиктен жасалған мөлдір шыны дене. Жақсы айтасыңдар балалар. Ендеше, яғни біз осы көзілдіріктің әйнектері арқылы жақсы көреміз. Ал балалар, үлкен кісілер осы көзілдірікті не үшін киеді? Кім айтады? Не үшін киеді осы көзілдірікті? Аслан? Көздерін жақсы көру үшін. Дұрыс, жақсы көру үшін. Өйткені бұл көзілдіріктің жарық өткізу қабілеті әйнегі өте қандай? Өте жақсы, өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Ендеше, яғни үлкен кісілер сонда қалай алады екен? Сыртта көре алмай жатқан заттарды осы не арқылы көреді екен? Көзілдірік арқылы жақсы көреді екен. Жақсы балалар. Ал балалар енді мына көзілдірікті не үшін киеміз? Кәнекей балалар, кім айтады? Көзілдірікті не үшін киеміз? Арулай? Жазда демалғанда. Тағы да кім айтады? Айбеке? Суға түсуге барғанда. Суға түсуге барғанда. Тағы да кім айтады? Дарын? Саяхаттағанда. Саяхаттағанда. Тағы да кім айтады? Медина? Көзіне күн түспеу үшін. Күн түспеу үшін. Ал бұның әйнектері неден жасалған? Кім айтады? Әділ? Қоңыр түстен жасалған. Дұрыс. Не бұл? Шыны. Яғни не бұл? Әйнек. Жарықты қалай өткізеді? Кім айтады? Жарықты қалай өткізеді? Жарықты қалай өткізеді? Әлби? Қараңғы. Жарықты қараңғы өткізеді ме балалар? Қалай өткізеді? Қалай өткізеді жарықты? Айзеле? Жарық өткізеді. Дұрыс, жарық өткізетін қандай дене? Мөлдір дене. Мөлдір дене екен. Ал балалар осы көзілдірікті кейде қандай кісілер де киеді? Айзеле? Қандай кісілер де киеді? Үлкен кісілер, яғни көзі қандай кісілер? Айзеле? Көзі дұрыс көрмейтін. Дұрыс, көзі көрмейтін кісілер де киеді. Өйткені бұл өзі арнайы жасалған, қоңыр түспен боялған
көзілдірік екен. Жақсы балалар. Бізге берілетін, табиғаттан берілетін ең жақсы мөлдір не десек те болады, жарық беретін нәрсе. Қандай нәрсе бізге? Қанекей кім айтады? Кім айтады? Нұрислам айтады. Қандай дейді бізге жарықты жақсы береді, табиғи нәрсе? Күн екен балалар, жарайсыңдар. Ендеше біздің бүгінгі сабағымыз бойы мен сендерді осы күнмен белгілейтін боламын. Кім күнді көп жинаса, сол не қылады? Жеңімпаз атанады. Яғни топта кім жақсы жауап берсе, сол күнмен бағалап отырамын. Жақсы балалар. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Мынау балалар қандай тақта? Таза тақта. Ендеше балалар, бүгінгі біз жаңа таза тақтада жаңа сабағымызды бастаймыз. Яғни біз білмейтін көп нәрселерді білетін боламыз. Яғни бүгінгі біздің өтетін сабағымыздың тақырыбы мөлдір оқимыз. Мөлдір денелер мен дұрыс, мөлдір денелер мен материалдар. Жақсы балалар, мөлдір денелер мен материалдар. Ал енді біз сабақ барысында мынандай сөздермен танысамыз. Оқимыз. Қандай тірек сөзбен танысып кеткенбіз? Материал деген сөзбен. Ал балалар, материал дегеніміз кез келген заттың алынатын өнімнің атауы не деп айтады екенбіз? Материал. Яғни сабақ барысында біздің көзіміздің алдына материал деген сөздің мағынасын не істейтін боламыз? Түсінетін боламыз. Ал енді балалар, біздің сабағымыздың мақсатымыз, бүгінгі сабақтың мақсаты қандай материалдар жарық өткізетінін білетін боламыз, және заттардың жарық өткізгішін адам қалай пайдаланатынын білетін болады екенбіз. Ендеше барлығымыз оқулығымыздың 76-шы бетін ашамыз. Қараймыз. Барысы бойы сіздерді болып ағашы арқылы бағалайтын боламын. Яғни осы ағаш арқылы сіздерді бағалап, кім қандай деңгейде отыратын білетін боламын. Яғни бұл бағалауды балалар өздеріңіз естесіздер бояп отырасыздар. Қайды мысалы төменгідей сабақты жақсы түсінсеңіз жоғарғы жағын, орташа түсінсеңіз ортаңғысын көрмесін, ал мүлдем түсінбесеңіз төменгі жағындағы адамдарды бейнелеуіңізге болады екен. Яғни бүгінгі сабақты қалай түсінгенімізді білдіреді. Қазір мен сіздерге әрқайсысына жеке таратып беремін. Сабақ барысында осы болып ағашын бояп отырасыздар. Біз оқулыққа қараймыз. 76-шы, 77-ші бетке қараймыз. Осы бетте жеке тапсырмалар бар. Мен сендерді топқа бөліп қойдым. Сол топ бойынша тапсырмалар беремін. Бірінші топқа реті бойынша орналастыр деген тақырып бойынша жұмыс жасаймыз балалар. Неге мына тапсырма қараңызшы, алдарында мына тапсырма берілген материалдарда ретімен қойып шығамыз. Оқимыз тапсырма не берілген. Сосын мен қазір сұраймын. Екінші топқа беріледі, зерттеу деп аталады. Мына берілген заттарға өздерің ойдан осы сыныптың ішінен мөлдір және мөлдір емес денелерді тауып жазасыздар, ақпаратқа сызасыздар. Мына оқулықта берілген зат, материал, мөлдір және мөлдір емес деген жазуды жазып, мына жерге заттың атын жазасыздар, таңдаған. Мына жерге материал қандай екенін жазасыздар және мынау қандай денеге жазасыздар. Келin жазыңыздар барлығыңыз. Ғимараттар тақырыбы бойынша берілген ғимараттардың неден жасалғанын суретке қарап отырайықшы мұқият. Қараймыз, жұмысымызды жазып болса, балалар. Қанекей, кім айтады маған? Бірінші, кел ауа, Смайл, айтамын. Бұл терезе. Терезе шыныдан жасалады. Ол мөлдір денелі зат. Ол жарық өткізеді. Жарайсың, Смайл. Керемет, тамаша.
келесі кім айтады? Келесі кім айтады? Әділ айта ал. Нені айтасың сен? Мен допты. Допты айта ал. Бұл доп. Бұл резинкеден жасалған. Бұл мөлдір емес дене. Жарық өткізе ма? Жарық өткізбейді. Дұрыс. Материалы қандай? Материалы резинке. Жарайсың, керемет. Келесі кім айтады? Айта ал Салқана. Ол баклажка. Ол пластинадан жасалған. Пластиктен жасалған. Жарықты өткізеді. Ол мөлдір дене. Жарайсың, керемет, тамаша. Келесі кім айтады? Айзере. Бұл парта ағаштан жасалған. Мөлдір емес Дене. дене. Дұрыс. Материалы қандай? Материалы ағаш. Жақсы, жарайсың. Келесі. Бұл кітап. Бұл қағаздан жасалған. Бұл жарық өткізбейді. Мөлдір емес дене. Жарайсыңдар. Дұрыс па балалар, Канки? Дұрыс па балалар айтып отыр? Жарайсыңдар, молодец. Жақсы, өте жақсы. Әлибиге, Әділге, Айзереге күннің шуағында жарқырап жүре берсін, және Салтанатқа, және Исмайылға. Күндерімізді балалар санап отырамыз. Жақсы. Оқи қойшы, Медина. Суреттегі заттарға қара, оларды ең мөлдірінен бастап, мөлдір емесіне деген ретімен атап шық. Неліктен осы ретпен атағаныңды түсінді. Әр зат қандай материалдан жасалған? Дұрыс балалар. Заттарды қалай қоюымыз керек? Қалай қоюымыз керек заттарды? Орнына. Қандай заттардан бастауымыз керек? Қандай заттардан бастауымыз керек? Қандай деңгейлерден бастауымыз керек? Мөлдір. Ал қоя қойыңдар. Мөлдір деңгейлерден бастау. Қане келеміз әлі. Барлығымыз қатысамыз. Кел, Мадина. Кәнекей балалар. Қойып болдық па? Дұрыс деп ойлайсыздар ма балалар өздері? Балалар, қарайыншы Канки. Қойғандары дұрыс екен. Қазір топ бойынша салыстырып қарайтын боламыз, балалар. Ендеше көрейік Канки. Ал кім бастап айтады, түсіндіреді? Неден бастап қойдыңдар бірінші? Кім айтады? Асла, неден бастадыңдар бірінші? Стаканы. Айтамын. Стакан әйнектен жасалады. Ол мөлдір дене. Дұрыс, жақсы, өте жақсы. Келесі. Бұл үлкейткіш әйнек. Бұл әйнектен жасалған. Бұл деген өзінен жарық өткізеді. Бұл мөлдір денелі. Дұрыс. Материалы қандай? Материалы әйнек. Дұрыс, материалы әйнек. Келесі, кім айтады тағы да? Айтады Мадина. Бұл кітап, ол ағаштан жасалады. Ол мөлдір емес дене. Сондықтан ол жарық өзіне өткізбейді. Жақсы, жарайсың, керемет, дұрыс. Тамаша. Тағы кім айтады? Әлби. Бұл пластмастан жасалған. Бұдан жарық өтпейді. Бұл материалы пластик. Жақсы, өте жақсы. Тағы да кім айтады? Ал, Аруай. Бұл көзімділік. Бұл жарықты өзінен өткізеді. Бұл әйнектен жасалған. Оның шет жақтарындағы қалағы пластмас. Жақсы, материалы шыныдан жасалды. Дұрыс. Тағы кім айтады? Не қалып қойды? Айтады. Пластиктан жасалады. Өзінен свет өткізеді. Жарық өзінен өткізеді. Мөлдір дене. Жарайсың, керемет, Аслан. Тағы да кім айтады? Файл. Файл деген мөлдір денелі. Бұл целлофаннан жасалған. Бұл өзінен жарық өткізеді.
Жарайсың, керемет, тамаша. Балалар, тыңдап отырмыз ба? Дұрыс па айтып отқандары? Кәне, қолымыз шапалақтап қояқшы, кәне. Жарайсың, рахмет. Мединаға, Асланға, күннің шуағы, Адинаға және Айбеге. Жақсы жарайсыңдар балалар, керемет. Жақсы қатысып отырсыңдар. Көңілді отырамыз балалар. Бірінші суретте берген. Нені суреті балалар? Океанарының суреті, дұрыс. Келесі? Расханам. Келесі ненің суреті? Жылыжайдың суреті екен. Ендеше қазір маған 3-ші топтың балалары осыны дәлелдеп айтып береді неден жасалған. Кәнекей, Айзере. Кім айтады? Айзере бастай ғой. Океан июнь бізге ішіндегі балықтардан жүзіп жүргенін көру үшін бізге ең мөлдір зат қажет. Сол себепті оны әйнектен жасаған. Жарайсың, керемет. Айзере, тамаша, жақсы жауап берді. Келесі, енді жылыжай. Кім айтады жылыжай туралы маған? Кім айтады? Ал айта ғой, Айбеке. Суретте жылыжай берілген. Ол мөлдір зат пленкадан жасалған. Молодец, жарайсың. Ол өсімдіктер. Ол өсімдіктерге жылу өте қажет. Және жарықты. Жақсы өткізеді. Жарайсыңдар балалар, жақсы. 3-ші топқа қолыңыз шапалақтайықшы, кәнекей. Жарайсыңдар балалар, керемет. Айналамыздағы кейбір заттарды, мысалы, заттар деп отырған нысандар, үйлерді, үлкен, біздің Алматы қаласында бар, супермаркеттерді мөлдір заттан жасайды, балалар, осыны неге мөлдір заттардан сендер білесің, Алматының орталығына барқанда үлкен зәулім бір шыныдан жасалған үйлер бар. Соны көргендерің бар ма? Кім көрді? Қолар көтеріңізші, мінекей. Ал осы заттарды неге мөлдір шыныдан жасайды екен? Кім айтады маған? Кім айтып бере алады? Ал әділ айта қойшы. Айналаны жақсы бақылау үшін кейбір нысандарды мөлдір материалдардан жасайды екен. Мысалы, аквариум, расатхананың төбесі, ғимараттың төбесі, қабырғалары, қалқалар, сән үшін немесе күн сәулесі түсіп тұру үшін мөлдір материалдардан жасайды екен. Жарайсыңдар балалар. Дұрыс па балалар әділдің айтып тұрғаны? Дұрыс. Кәнекей қолымыз шапалақтайық. Әділ өте жақсы жауап берді. Керемет, тамаша. Жақсы балалар. Енді ары қарай өзіміз бағалаймыз. Қалай бағалағанымызды көрсеттік. Сабақ барысында бояп отырған болса. Ал енді кімнен бастаймыз балалар? Кім айтады маған? Кәне, кімнен бастаймыз? Ал Мединадан бастайықшы, Медина айтамын. Маған бүгінгі сабақ ұнады. Мен бірінші дұрыстап түсінбедім. Сондықтан мен ортаңғы адамды боядым. Ары қарай мен жақсы түсіндім. Сондықтан үстіндегі адамды боядым. Мен ең біріншіде сабақты кішкене түсінбедім. Сосын ортасында тұрған адамды боядым. Сосын кішкене талпынып келе жаттым. Сол кезде ағаштың басына шығатын кездегі адамды боядым. Ең соңында мен осы сабақты қатты түсіндім. Сол үшін мен ең төбесіндегі адамды боядым. Мен онша қатты түсіне бастамадым. Содан мен жақсы түсіне бастадым. Тағы кім айтады? Мадина. Маған осы сабақ қатты ұнады, бірақ мен біріншісінде аз түсінбедім. Содан ынталана бергенімнен соң ағаштың басындағы адамды боядым. Тағы кім? Айзере. Маған бүгінгі сабақ қатты ұнады. Сондықтан мен ағаштың үстіндегі шығып тұрған адамды боядым. Жақсы. Келесі. Дарын. Айтамын. Мен бірінші
Біріншісінде түсінбедім, содан кейін барып түсіндім. Жақсы түсіндім. Дұрыс. Бүгінгі сабақ маған ұнады. Мен бұл ағаштың үстіндегі адамды боядым. Керемет, тамаша. Арғын. Маған бүгінгі сабақ қатты ұнады. Мен бүгін мөлдір денелер мен соны ойттым. Сондықтан ең үстіндегі адамды, ағаштың үстіндегі адамды боядым. Маған бүгін сабақ қатты ұнады. Сондықтан мен ағаштың басында тұрған адамды боядым. Жақсысыңды. Сол үшін мен жоғарғы адамды боядым. Жақсы, тамаша, келесі. Маған бүгінгі сабақ қатты ұнады. Сондықтан мен ағаштың басында тұрған адамды боядым. Жақсы, керемет. Маған бүгін сабақ өте қатты ұнады. Сол үшін мен үстінде тұрған адамды боядым. Маған бүгін сабақ ұнады. Мен жоғарғы адамды боядым. Маған бүгін сабақ қатты ұнады. Сол үшін мен жоғары жақтағы отырған адамды боядым. Жақсы бала. Енді балалар, қазір барлығымыз күнделігімізді аламыз. Үй тапсырмасын жазып аламыз. Кәнеки, күнделікке жазамыз. 24-не. 52-53 беттегі тапсырманы орындау. Қазір әр топ өзінің қатарында күнді санаймыз. Кімге неше күн жинадыңдар әр топ? Мен 3 күн жинадым. Бәрі қосып санаңдаршы, кәнеки, санаймыңдар. Неше күн? Неше күн? 10 күн. Сендер де неше күн? Қосып санаңдар, мына жаққа қойып. Неше күн? Неше күн? Тағы. Неше күн? 9 күн. 9 күн. Сендер де неше күн? 8, 9, 10, 11. Сендер де неше күн? 11 күн. 11 күн. Ал енді балалар, топ бойынша күнді санадық. Бірінші топ 10 күн, екінші топ неше күн сендерде? 11 күн. Сендерде 9 күн. Сонымен қай топ бірінші? Жақсы қатысқан сабаққа екінші топ. Қол шапалақ қояйықшы, 11 күн. Ал одан кейін неше күн? 10 күн. Ган екінші топқа шапалақ. Одан кейін қай топ? Үшінші топ. Неше күн? 9 күн. Сонымен бүгінгі сабаққа белсене қатысқандар үшін сіздерге көп рахмет. Сабағымыз аяқталды.